Сәлем студент, қалай? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы plural nouns, яғни зат есімді көпше түрге айналдыру. Бүгінгі сабақта біз саналатын зат есімді көпше түрге айналдыруды үйренеміз. Оның ең қарапайым түрі бізге s жалғауы көмекке келеді. Жандай pen, қалам, pens, қаламдар болады. House, houses, үй, үйлер, cat, cats, мысық, мысықтар деген сияқты. Бірақ бізде слайдта көрсетіліп тұрған мына жерде жекеше түрдегі зат есіммен көпше түрдегі зат есімге назар аударайық. Бірінші сөз ол бізде dog, it, dogs, яғни иттер. Жай ғана s жалғауы арқылы біз оны көпше түрге айналдырып тұрмыз. Келесі сөзде бізде Larry, Larrys. Бұл жерде y әрпіміз айға айналып es жалғауы жалғанып тұр. Келесіде glass, glasses. Бұл жерде es жалғауы жалғанып тұр. Соңғысында бізде tooth, tease болып өзгеріп кетті. Яғни сөз түбірмен өзгеріп тұр. Енді бұлардың барлығына біз жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бірінші вариант ол бізде ең қарапайым түрі түбір сөзге s жалғау жалғану арқылы жасалатын. Мысалға a table, two tables, a cat, three cats деген сияқты. Ол ең қарапайым түрі, простой түрі былай айтқанда. Келесі қарайтын мәселе ол бізде зат есім сөз соңында s, double s, c, h, S, H, X, O әріптермен аяқталған зат есімдерді көпше түрге айналдыру үшін біз ES жалғауын жалғаймыз. Және де мына жоғарыда көрсетілген әріптермен аяқталса, ол бізде is болып оқылады. Мысалға a dish, two dishes, a match, two matches, a box, two boxes, a tomato, two tomatoes. Одан кейінгі қарайтын мәселе бізде y әріпімен аяқталатын зат есімдер. Егер сөз соңында бізде y әріпі болатын болса, және ол y әріпінің алдында дауыссыз тұрса, мысалға story дегенде соңында y тұр, оның алдында r дауыссы дыбысы тұр. Ол кезде біздің y әріпіміз көрсетіп тұрғандай I әріпіне айналып кетеді. A story to stories, a city to cities. Енді екінші варианттың көрейік, оның y әріпімен аяқталып тұр сөз, бірақ оның алдында бізде дауысты дыбыс тұрса, мысалға key дегенде мына жерде e, day дегенде a әріпі тұр. Бұл жерде y әріпі ешнәрсеге өзгермейді, өз қалпында қалады, жай ғана s жалғауы жалғанады. A key, keys, a day, days деген сияқты. Және де бізде ережеге бағынбайтын irregular, яғни бұрыс ережеге бағынбайтын зат есімдер бар. Ол бізде біріншісі a man, man, woman, women, яғни ер адам, ер адамдар, мужчина, мужчины, женщина, женщины деген сияқты. Әйел адам, әйел адамдар. Foot, аяқ, feet, аяқтар, mouse, мис, тышқан, тышқандар, tooth, teeth, тіс, тістер, goose, geese, қаз, қаздар, child, children, бала, балалар. Person, people, адам, адамдар, wife, wives, және жұбайы, жұбайлары деген сияқты. Бұл ережеге бағынбайды. Бұл сөздердің жазып осылай жаттап алу қажет. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде зат есім егерде F, FE әріптермен аяқталатын болса, онда бұл әріптер бізде V әріпіне айналып кетеді да, оған ES жалғауы жалғанады. Мысалға a knife, пышақ, two knives, пышақтар, a shelf, two shelves. Бірақ бұл жерде де кішкене no деген бар, ережеге бағынбайтындар бар. A calf, calves, roof, roof, save, saves, a shelf, shelves, a cliff, cliffs деген секілді. Бұларды да жаттап алу керек болады. Келесі қарайтын мәселе ол бізде күрделі зат есімге көпше түрге айналдыру. Күрделі зат есімді көпше түрге айналдырған кезде басты мағыналы сөзге жалғау жалғанады, s жалғау. Мысалы, custom house деген ол бізде таможня болады. Бұл жерде басты мағыналы сөз house болғандықтан, бұл жерде осы сөзге жалғанып тұр да, custom houses болып тұр. Hotel keeper деген ол отельді басқарушы, жандай бақылаушы адамды айтады. Hotel keepers болады, өйткені keeper дегеніміз жандай бақылаушы, басты сөз осы болып тұр бұл жерде. Және де келесі бір вариант бар, ол бізде қарайтын мәселе, ол бізде жекеше де көпше түрде де зат есімнің жандай сөздері өзгермейді. Яғни a deer to deers, a spices to spices, яғни бұғы болсын, бұғылар болсын, үстіп айтамыз. Специи, бұрыштар, бұрыштарды бәрін осылай айтамыз. Sheep, sheep болып қалады, қойларда осылай қалады. Және соңғысы ол өзге тілден енген, латын, грек, француз тілінен енген сөздерді, зат есімдерді көпше түрге айналдыру үшін сол тілдегі көпше түрге айналады. Өздеріңіз көріп отқандай слайдта.
Бүгінгі сабақта өткен жаңа тақырыптың барлығын, керекті ақпараттың барлығын дәптер бетіне түсіріп, жазып, жаттап аламыз және де міндетті түрде үй тапсырмасын орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау бол.